Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге құймақтан жасалатын өте оңай, өте керемет болып шығатын іске басар жасап көрсететін боламын. Кез келген мерекелік дастарханның көркін ашатын өте керемет закуска. Видеоның соңынан көріп рецептімен танысып алыңыздар. Ең алдымен құймақты жасаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны шекермен жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Сосын оның үстіне айранымызды салып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Оның үстіне тағы да 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Аздап тұзымызды салып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Сосын содамызды да салып, миксерлеуді жалғастырамыз. Қайнап тұрған суымыздан 1 стакан құйып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Енді сұйық массамызға ұнымызды салып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Міне осымен біздің блиніміздің тестасы дайын болды. Енді қызып тұрған табаны аздап майлап жіберіп, кезек-кезек пісіріп аламыз. Енді дайын болған блиналарымыздың арасына кезек-кезек тот сияқты арасына тұздалған қияр, қызанақ, сыр және де колбаса салып, араларына крем ретінде майонезін жағып, дәл осы видеодағыдай кезек-кезек жинап шығамыз. Міне қыздар, біздің блиніміз осылай болып дайын болып шықты. Дәл осы видеодағыдай әсемдесеңіздер де болады. Менде өз қалауыңыз бойынша әртүрлі әсемдесеңіздер болады. Ең үстіне сырды теркадан өткізіп, қалауыңыз бойынша әсемдесіздер. Қыздар, егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Кезекті видеоларымыз бұдан да қызық, өте әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.